Митипе құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписать етулерін баса кетуді ұмытпаңыз. Ал онда біз бастадық. Нұрлыбай ұлттық паркіне кіру жергілікті тұрғындар үшін тегін. Биыл салық кодексіне ерекше қорғалыстар табиғи аумақтарда пайдаланылатын үшін алынатын төлем республикалық бюджетке түсетіні туралы нормалар алынып тасталды. Қазіргі төлем ұлттық банктың арнайы есеп шотына түседі және әртүрлі парк өзінің тарифтеріне белгілейді. 2017 жылы енгізілген тариф 7 жылдан бері алғаш рет өнерістілік отыр. Жаңа биыл ғана осы болып жатқан 26 қараша күшіне енген деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Осылайша парк аумағына жеңіл көлікпен кіру құны жұмыс күндері үшін 0,3 АЕК, яғни 1107 теңге, ал демалыс күндері, мереке күндері болса 0,2 АЕК, яғни 1476 теңгені құрайды. Тиісінше 16 орындық автобустар кіруі үшін ақша 1 және 1,5 АЕК, яғни 3692, не болмаса 5538 теңгені, ал 16-32 орындық автобустар үшін 2 және 2,5 АЕК 7384, 9230 теңгені құрайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.